Сәлем балалар, 3-ші сынып, 14-ші сабақ, әдебиеттік оқу тақырыбы нені үйрендім. Осы бөлімнен оқыған мәтіндердің мына тақырыпқа сай келетіндерін ата. Таза ауа, тамаша табиғат, табиғатқа қамқорлық. Яғни бұл мәтінге келетіндер табиғатқа қамқорлық. Екінші, түсініп оқы және жауап бер. Салыстыра сипаттап айтуға үйрен. Салыстыру дегеніміз не? Салыстырғанда екі затты ұқсастықтарын, айырмашылығын, бірдей белгілерін анықтау, бөлек белгілерін анықтау және көлемдерін анықтау болып табылады. Үшінші, суретке қарап оқыған шығарманы есіңе түсір. Қалай аталады? Авторлар жөнінде әңгімеле. Бұл суреттегі шығарма шегіртке мен құмырсқа деп аталады. Авторы Иван Крылов, оны аударған Абай Құнанбаев. Екі шығарманы салыстыру кестесін толтыр. Бірінші мәтін Байтұрсынұлының Ахмет оқуға шақыру, Ілияс Жансүгіровтің Күз шыққанда деген өлеңі. Құстардың таңғы тіршілігі туралы айтылған өлең диалогтары қалай айтылған? Оқуға шақыру мәтінде адамда ұшқан, құста жүгірген, аңда жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жан. Шырылдайды торғайым, ұйқыны ашты, оятты. Күн көз суреттелгені, мана әлде қашан қарап тұр терезеден. Күн жылтырап шақырды тауық. Екінші, тұр көкешім, күн шықты. Үшінші, таңғы тіршілік туралы оқуға шақыру мәтінде кішкене қоңызда жүр, жүгін сүйреп барады, араларда ұшып балға. Ал Ілияс Жансүгіров Күн шыққан деген өлеңде мал масайрап өрісте, құрт құмырсқа бәрі істе. Бесінші, кластерді жалғастыр, әр тақырыпқа сай келетін мәтіндерді орналастыр. Яғни біздің бөлігіміз жанды табиғат болатын. Жанды табиғат жататын ағаштар, ағаш, торғай, гүл, құс. Енді осыған байланысты қандай авторлар, қандай мәтіндер, өлеңдер жазған екен, соны іздестіріп тауып көрейік. Бірінші, Жүсіпбек Аймауытовтың Қара торғайы, Тұманбай Молдағалиевтің Гүлдер, Бердібек Соқпақбаевтың Қамқорлық, Алмастың ағашы Мархабат Байғұс, Кіріспайұлының Терек пен қабығы. Мінекей, біз жанды табиғаты не туралы айтылғандығын осы мәтіндерден оқып білдік. Енді бөлімдегі құстардың таңғы тіршілік туралы айтылған шығармалар жұбын тап. Яғни Ахмет Байтұрсын оқуға шақыру, Ілияс Жансүгіровтің Күн шыққанда деген өлеңі. Түсініп оқы, оққан шығармаларында қай кейіпкерге осы өлеңді ақыл ретінде айтар едіңдер? Шыр-шыр еткен торғайды қорғамасаң болмайды. Кіп-кішкене торғайлар ағаштарды қорғайды. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Енді біз жантасқа тағы да бір ақыл айтайық. Оққан шығармаларым бойынша бұл өлеңді ақыл ретінде жантасқа айтар едім. Себебі құсты атуға болмайды, ұясын бұзбайды, құстар біздің досымыз, пайдасы өте көп. Неге балалар осы бөлікте нені үйрендім деген тақырыптарға байланысты тапсырмаларды орындадық, сабағымыз аяқталды.